Адамның көңілі. Шеге қабырғаға қаншалықты тереңірек қадалса, соншалықты ауырлықты көтере алады. Адам ақиқатты неғұрлым терең ұғынса, соғұрлым өмірдегі қиыншылықтарға сабырлық таныта алады. Қайта-қайта ақыл айта береді деп ренжіме. Себебі шегені қағу үшін де көп мәрте басынан ұруға тура келеді. Тағдырды жасау. Бір адамға шегені дұрыс қақпай жатсың деп мейірленіп, күліп айтсаң, ол балғасын теріс ұстап алғанын түсініп, шегені дұрыс жағымен қаға бастайды. Жақындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз олардың жүрегіне шегедей қағылатынын біліңіз. Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да орнында ойық қалады. Сондықтан шын жақсы көретін адамдарға көңіліне тиетін сөздер айтпаңыз. Садақаның үлкені адамдардың көңіліне қарап сөз айту.